Сәлеметсіздер ме, құрметті кішкентай оқырмандар. Орыс халық ертегісі 2 аяз. Баяғыда ағалы інілі 2 аяз болыпты. Қыс бойы олар жер-жерді шарлап қыдырғаннан басқаны білмейді екен. Бірде інісі ағасына ерігіп былай дейді: "Көкмұрын аға, бұл жұртты суыққа сүтсе қайтеді? Несі бар?" Қызылмұрын інін халықты тондырып бір рақаттанайық деп құптайды 2 аяз. "Кеттік, біреу-міреу кездесіп те қалар." Ермек іздеп аттанған екеуі бір кезде ат тұяғының дүбірін естиді. Бұл шанасын атына жегіп қалаға қарай бағыт алған бір бай саудагер мен орманға отын әкелуге бара жатқан кедей еді. Қызылмұрын аяз: "Өзінің киімі жұпын екен, қолғабы да жыртық. Мен оны тез-ақ аязға сүрермін. Ал саудагерге сен бар, менің оған шамам келе қоймас" деп кедейді таңдайды. "Айтқаның болсын" дейді де Көкмұрын аяз саудагердің соңына ілеседі. Кешкісін ағайындар тағы да кездеседі. Көкмұрын аяз көңілді, Қызылмұрын одан: "Не, саудагерді сүте алдың ба?" деп сұрайды. "Иә" дейді Көкмұрын аяз. "Қалай сүттің?" деп таң қалады інісі. Ағасы мақтанып: "Алдымен тонын, сонан соң малақайын, тіпті етігіне дейін шешіп алдым" дейді. Енді інісінің әңгімесін тыңдамақ болып: "Ал сен кедейді қатыр алдың ба?" деп сұрайды. "Мен емес, ол мені қатырып кетті" дейді Қызылмұрын күрсініп. "Жолда ызғарлы желімді үрледім." Кедей шанасынан түсіп жаяу жүгіре жөнелді. Бұл жағдайда оны тондыру мүмкін емес болды. "Қап бәлем, тоқтаған кезіңде көрерсің" деп ойладым. Бірақ ол орманға келісімен балтасын алып ағаш жара бастады. Қимылдаған сайын денесі қызып, сырт киімін шешіп тастады. Тіпті жыртық қолғабын да лақтырып жіберді. Өшімді шешкен киімдеріне жасырынып алмақшы едім. Ол жұмысын бітірген соң мен ағашпен ұрғылай қуды емес пе? Бүйірме оңбай соққы тиді" деп аяқтады сөзін Қызылмұрын аяз. Болған оқиғаны асықпай тыңдаған ағасы: "Иә інім, бұл сен үшін үлкен сабақ. Балтаның тоннан да күшті жылуы барын есіңе сақтарсың" депті.